Елчеханесі Джумхурия тыш ишлер назерлігіне Украиналы Павел Грибнын қыдыровына қошылмақ режасы елі нұқтасыны йоллады. Оның бұлыны ері аляда белгесіздір. Айны заманда яқалынған ве аписте тұтылғанлар арасында Павел йоқтыр. Бұны Русияның Русия Радио Свобода нешарының мұхбері Валерий Калиновский Минскте Украин консулына айсасланы білдірі. 19 яшында генчінің ғайып олығы ақында бабасы сабық сынырбекчесі Игорь Гриб білдірі. Оның сөзлеріне көре Павел Русияның Гомель шәріне кетіп, анда ичтимаи ағыларда танышқан қызнен көріші жекеді. Игорь Грибдің деген екебі бөлелікнен ФСБ оғланның Русияге чағырып, анда тұтып алды. Сәбетнің қайды еткеніне көре оғылы Украина шарқындаки арби әрекетлерді іштірак етмей. Амма Русияның Украинаға қаршы истелясының ичтимаи ағыларда фаал суретті тәкбих етеді. Павелның Украина Русия сынырындан кешкенін тастықлаған ресми весиқа бар. Эмді Краснодар дияры бойынша ФСБ ұлыма қаршы 205 мадесі бойынша женеи ішні ачқаны белледір. Бұл есе террористик елемнің тәшкіл етмесі. Башқа малюмат шымділік йоқтыр.